Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай ерекше дәмді болып шығатын пончикті бірге дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке тұз, қант, ашытқыны салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Әдемілеп араластырыңыздар, осылай видеода көрсетілгендей. Содан соң 2 жұмыртқаны салып, оны да венчикпен жақсылап араластырамыз. Өте жақсы болу керек, және де ертілген сары майды үстіне құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Біріккенше әдемілеп араластырыңыз. Венчиктің көмегімен ұзақ уақыт араластырамыз. Одан соң ұнымызды саламыз, 700 граммдай. Өздеріңіздің қалауларыңызша оны бөліктерге бөліп салыңыздар. Өйткені кейде ұн көп болып, немесе аз болып қалуы мүмкін. Ол ұныңызға байланысты. Осылай салып, ең алдымен венчиктің көмегімен араластырып алыңыз, солай ыңғайлы болады маған өзіме. Осылай венчиктің көмегімен алғашқы салған кезде үнді арада, одан кейін қолыммен қамыр дайындадым. Соңғы үнді салатын кезде салып, одан соң қамырды осылай қолмен илейміз қолымызбен. Басын біріктіріп, илеп аламыз. Өте күшті осындай қамыр пайда болады. Оны 1 сағатқа жылы жерге қоямыз көтерілгенше. Одан соң осылай оны видеода көрсетілгендей етіп, ұн сепіп, жақсылап оқтаумен жаямыз. Оқтаумен әдемілеп жайып, арнайы сіздерде ыдыс болса, пончикке арналған, сонымен кессеңіз болады. Мен кесені қолдандым, және крышканы қолдандым, қақпақты. Осылай кесіп аламыз. Қызып тұрған майда екі жағын әдемілеп, сары қызарғанша әдемілеп пісіріп алыңыздар. Өте ерекше болып шығады. Шоколадты ганашты алдын ала дайындап қойыңыздар. Жылы сары маймен шоколадты жылы суда, водяной баня дейміз ғой, сода ертіп алыңыз. Өте ерекше болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Видеоны лайк қойып, тіркеліп, басып кетіңіздер. Сонда менің видеомды бірінші көресіздер.